Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып, деп қазаққа 250-ден аса әндер сыйлаған қазақтың көрнекті композиторы Әбілахат Еспаевтың әні жылдан жылға шырқалуда. Еліміздің білім және ғылым саласының көркеюіне, елбасының жыл сайынғы халыққа жолдауынан аңғаруға болады. Білімнің шамшырағын жағып, тәуелсіз қазақ елінің ұландарына білім нәрін сеуіп отырған мектеп жүрегі ұстаз. Биыл елордамызда болашақ энергиясы ұранымен өткен Экспо 2017 көрмесі қазақ елінің ұландары мен ұстаздарына қаншама ой тастады. Осы шараға байланысты биылғы ұстаздар күні де ерекше демекшімін. Мемлекет басшысының 3 тұғырлы тіл саясаты жастардың жарқын болашағына жол ашатыны рас. Осыған орай ұстаз күніне құттықтауларымызды арнайы хабар ретінде жолдап отырмыз. Ұстаздарға тілейтін барлығының Алла берген денсаулықтарын күтіп, денсаулықтарын мықты болуына тілектеспін. Содан кейін ұстаздық еңбектерінің қызығын көрсін. Ұстазға сол мынау нағыз ұстаз деген атаққа ие болғандарына тілектеспін. Құрметті әріптестер, қымбатты ұстаздар, баршаңызды кәсіби мерекемізбен халықаралық мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз күрделі кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Білім системасын бұрыннан өзгерту қажет. Мұны мемлекет басшылығы, көптеген ата-аналарды бәріміз жақсы түсінеміз. Біз балаларды бүгінгі күнің және болашақтың талабына сай дайындап отырмыз. Ұстаз болу ең құрметті, жауапкершілігі мол мамандық. Сіздердің қажырлы еңбектеріңіз үшін шексіз алғыс білдіремін. Баршаңызға зор денсаулық, шығармашылық табыс, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Баланың бойындағы ең жақсы қасиеттерін көріп жетілдіретін ол да ұстаз. Ыбырай Алтынсарин айтқандай, адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан бастайды. Сол себепті, құрметті әріптестер, сіздер атқарған еңбектеріңіз өте маңызды. Сіздерге зор денсаулық, бақыт тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Шәкірттеріңіз әрдайым биік шыңдардан көрініп жүре берсін. Dear teachers, dear colleagues, I want to congratulate you with the Teachers' Day. Being a teacher is not an easy task, but it really means to be like a guiding star for your students. So I wish prosperity and success to you, to your students, to your families. May every day of your work bring happiness and only great achievement to you and your students. Мен Тұяқбай Ақнұрай Болқызы, нөмірі 74-ші мектеп гимназиясының 6-шы Е сыныбында оқимын. Осы Қазақстандағы барлық ұстаздарды және мектебіміздің директоры Нүсіпжан Жеңіскүл Темірхан қызын, мектебіміздің барлық ұлағатты ұстаздарын бүгінгі төл мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Біз сияқты шәкірттеріңіз көп болып, биіктерден көріне берсін. Әдемі сағат таңдайсың, көресің ұстап әр қайсың. 10 сағат сатып алсаң да, уақытты сатып алмайсың. Ойлама, бәрін білем деп, шалқып та тасып жүрем деп, уақыттың алтын қазынаң жұмсауын керек үнемдеп. Айбының асып тұрса да, байлығың тасып тұрса да, уақыттың ақшаң қолдағы, ақшаңды босқа жұмсама. Неге біз нәпсіге ғана ереміз. 5 уақыт намаз оқымай 5 сағат кино көреміз. Өтірік сөзбен, өсекпен, жастардың күнай бос өткен. Агентке кіріп көзесіп, ояна салып төсектен. Не деген қызық жандарымыз, ертеңге сеніп алғанбыз. Бәр алда тұрған сияқты күтеміз бәрін алдан біз. Уақыт, қатал уақыт, тасты да тастар уатып. Бос өткен менің уақытым, жанымды жатыр жылатып. Айтам деп уақыт туралы, уақытым өтті қаншама. Уақытын алсам бекерге, халқымнан кешірім сұраймын. Мен номер 74 мектеп гимназиясының 10-шы А сынып оқушысы Сұлтанбай Арман. Осы сәтті пайдалана отырып,
Қазақстан Республикасындағы барша ұстаздарды төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Оларға шығармашылық табыс және біздей шәкірттері биік белестерден көрініп олардың аттарын үлкен дәрежеде естірте берсін. Оларға арнауым: ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаздарым биік тұлға байсалды, құшақ жайып өз мерекен қарсы алды. Қуанышты, жарқын тілек білдіріп, құттықтаймыз ұстаздарым баршаңды. Біздің осы 74-ші мектеп гимназиясының барша ұстаздарды кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Ол кісілерге ең бірінші мықты денсаулық тілеймін, отбасыларына тек бақыт тілеймін. Әрқашанда осылай біздің балаларымызды оқытып, жұмыстары жемісті, табысты бола берсін. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Президентіміз аман болсын, зор денсаулық тілейміз ол кісіге. Әрқашанда осы астанамыз көркейе берсін, гүлдене берсін. Мектептеріміз ашылып жатыр, Құдайға шүкір, барлығы жеткілікті, баршылық барлығы тегін, кітап болсын, оқу, тамақ болсын. Тамақ тегін тамақтанады. Барлығына ризамыз. Білекке сенген заманда жауға дес бермедік, білімге сенер заманда жастарым дес бермейді, деп Абылай хан айтпақшы. Тәуелсіз қазақ елінің болашағы білімді жас пен білікті ұстаздар қолында. Мерекелеріңіз құтты болсын, ардақты абзал ұстаздар. Сәния Сүлеймен, Нұрсұлтан Ескендір, білім айнасы.